Сонымен өзім оқыған мектептегі ұстаздық еңбек жолым басталып кетті. Менің сыныбым 8-ші сынып болғандықтан, әдеттегідей оқу басталысымен айлап жатып істейтін күзгі егін жинауға көмектесуге алып кеттік. 8-ші А, Б, В сыныптарын алыс қыр жақ беттегі күріштікке көмектесу үшін орналастырды. Жұмыс басталып кетті. Балалармен өте көңілді. Ел байлығын еселеп, қызу еңбекке араласып жүрген жігіттер де баршылық. Қымызды кім ішпейді, қызға кім сөз айтпайды дегендей, күнде көріп жүрген соң, қырындап, маған жақындағысы, сөз салғысы келген жігіттерді байқадым, кезіктірдім. Махаббат сезімінің жүрмейтін жері жоқ. Ол жолда ма, жұмыста ма, ойда ма, қырда ма, жарықтық кездесе береді екен ғой. Бірақ жүректен шыққан сезімнің рұқсаты болмаса, оны көзіңе делмейсің, ойламайсың, еш әсері жоқ. Оқушыларды күзгі қой қырқу жұмысына да алып бардым. Ал көктемде жүгері егу жұмысына алып бардым. Қазіргі шалымды да осы Төңкеріс ауылына күріш жинау науқандық жұмысына көмектесуге оқушылар алып келгенде таптым. Бұл Алланың бұйрығын қойсаңшы, тіпті ойламаған жерде кездестіреді, тілдестіреді, табыстырады. Соңында өмірлік жар етіп, сол кісінің етегіне жабыстырады. Екеуміз де оң солымызды танып қалған ересек адамдармыз. Баяғыдай алып ұшып тұрған жоқсың, сабырлы, салмақтысың. Екеуміз де күндіз кездесуге ұяламыз. Еш мүмкін емес. Айнала толған адам, комбайн, трактор, дән таситын машиналар, күрішшілер, сушылар, шаруамен айналысушылар бәрі таныс. Сондықтан үнемі түнде оқушыларды жатқызып болып кездесуге шығамын. Шалым, яғни сол кездегі жігітім, күнде ауылынан машинамен күріштікке келіп, мені күтіп тұрады. Ол да көп сөйлемейді, бәрі ретімен. Байсалды, жүзі жылы. Қасыңа тым ентелемей, жылылығын баяу, сөйлеген сөзі мен үні, баяу ғана алыстан саусағының ұштарымен арқаңнан қағып, абайлап қана бір қадам басып, жұп-жұмсақ қолымен білегіңнен ұстау арқылы жібереді. Қолы жып-жылы, жұп-жұмсақ. Өйткені ол Қызылорда қаласында 1966 жылы 1 май мектебінде 11 жыл оқып бітірген. Көкесі мен апасы еркелетіп, еш жұмсамаған. Одан институтқа түсіп, агроном болып, мемлекеттің арнайы тапсырмасымен күріштің жаңа сорттарын шығаруға тәжірибе жасайтын сорт-испытательный участокта жұмыс істейді екен. Сол жылы шындығында да солай ма, әлде мен үшін солай болды ма, әйтеуір ауа райы қоңыр салқын болған сияқты. Екеуміз ешкім көрмесін деп, комбайндар күрішін орып, жинап тастаған кең егістік алқабын аралап кетеміз. Түнгі мүлгіген аспан, салқын самал лебі есіп, аспанға қарасаң, ай да бізге ілесіп, еріп келе жатқандай. Жан жағыңда қамыстар тербетіліп тұрады. Ал отырсаң, төсеп қойған көрпеше сияқты. Жайлы, толқындана келіп жеткен самал жел лебімен жаның рахат табады. Екеуміздің де табиғат ана, өмір, егіс таласы, алтын дән, молшылық, халықтың әлеуметтік жағдайы, болашақ, ағайын туыс, құда жекжаттық қарым-қатынастар, өкіметтік саясаттар, қызмет, сыйластық, адамгершілік, жалпы қай тақырыпқа болса да пікірлесуге толық зердеміз жетеді. Оқыған, тоқыған, көргені, көңілге түйгені бар адамдар екендігіміз екеумізге де білініп тұрады. Екеумізде де ұстамдылық, іште сезімталдық қасиеттеріміз өте ұқсас. Аса бір сондай таза адамгершілікпен, ар мен ұятты сақтай отырып сырласуымыз да қатты ұқсайды. Екеуміз де мінезге бай, мінездес жандар болғандығымыз соншалық көп нәрсені сөзбен айтпай-ақ, көзқарас, іс-қимыл, әрекет арқылы түсіне беретінбіз. Сол себептен болар екеуміз түнде егіс басында әрбір сырласқан сайын жан жүрегім тербеледі тыңдала әнін айтып тұрғандай болатын. Қазір шалым жайлы ойласам, Алланың бұйрығына, яғни екеуміздің бас қосуымызға тікелей себепші болған шалымның ағасы, туған қайнағам есіме түседі. Өйткені біз
Мектеп директоры Асанбек ағай бастап, Махмұт ағай бәрімізді қарсы алған колхоздың бас гидротехнигі Қайнаған болатын. Бізді, оқушыларды орналастырып, түскі асымызды ішіп, жұмысты бастап кеттік. Күн сайын мен оқушылармен жұмыс істеп жатқан жерімді Қайнағам тауып алып, қолында папкасы. Аңызды аралап, күлімдеп маған жақындап келеді. Бойшаң, денесі тіп-тік, бүкіл шынайы болмысымен күлім қағып, сүйсінген, ашық жарқын мінезімен, қашан көрсем балалармен араласып бірге жүресің. Мына күріштік алқаптардың аумағы өте үлкен. Бір жүріп өткенде шаршап қаласың. Ал сіз бірге жұмыс істеп жүресіз. Балалар жас қой, жүгіріп жүре береді. Сіз өзіңіз бір мезгіл отырып тынығып алыңыз деп бастап, ары қарай мені әңгімеге тартады. Түсте, кеште бірге тамақтанамыз. Күндіз күнде жанымызға келіп, ерекше ілтипатпен осылай әңгімеге тартып, арамызда әдемі сыйластық пен түсіністік орын алды. Науқандық жұмыстың арнайы сайланған өкілі болғандықтан жанымызға келіп, жұмыс бағытын байқап жүргендігін де түсінемін, дұрыс деп есептеймін. Бір күні Қайнағамның басқа ойы бар екендігін білдім. Қайнағам інісі бар екенін, өте мінезі жақсы, агроном болып қызмет ететінін, бір жақсы қыз іздеп жүргендерін айтып, танысуымды өтінді. Егер екеуміз қосылсақ, еш арманы болмайтынын, қаншама жастармен араласып жүріп, өзіңдей парасатты қызды көрген емеспін деп ерекше сүйсінгенін жасырмады. Мен аман жүрсем гүрілдетіп, той жасап, сендерді еш нәрседен кем қылмаймын, бақытты боласыңдар деп уәдесін берді. Мен соншалықты кереметпін демеймін. Мен де Алланың жаратқан қатардағы бір пендесімін. Бәрі бір Алланың құдіреті. Алла тағала маған Қайнағамның ерекше ықыласын аударды. Қайнағам мені келін ету үшін барлық мүмкіндігін пайдаланып, бар күш-жігерін ортаға салды. Сол кезде ауылдағы бір жігіт, училищеде сабақ беретін ұстаз, маған сөз салып, екеуміз араласып жүрген болатынбыз. Бір күні кешкілік оқушыларды билетіп, сыртынан қарап тұрғанында іздеп келді. Амандасып, әңгімелесіп, менімен бірге оқушыларға қарап ұзақ тұрды. Оқушыларды уақытпен орындарына жатқызған соң да жеке сөйлесіп, содан кейін қайтты. Осының бәрін сырттай бақылап тұрған Қайнағам мен бір кісінің зәрелері ұшып, қасымызға келуге әрең шыдап тұрыпты. Оны ертеңіне әдет бойынша жаныма келгенде Қайнағам айтты: «Жаным, енді мені бұлай қорқытпашы. Сіз мені жақсы түсінді деп қуанып, жүрегім жарылып жүр. Үйдегі әке-шешеміз де менен бәрін естіп алып, баласы сізбен жолығуға кеткенде үйге келгенше қуанып, тап келінді бүгін түсіретіндей күтіп отырады» деді. «Қызым, келінім емес қызымдай болатын сияқтысың. Мен ана жігітті көріп түнімен ұйықтай алмадым. Бір жерде көрген жігіт сияқты, өзі де сүйегі ірі, денелі көрінді. Алып қашып кетеме деп қорықтым» деді де қасында тұрған апайды нұсқап: «Қасыма мына Күлекеңді ертіп келдім. Ауылда бір қыпшақтың келіні, сізге жеңге болады. Озат күрішші Орынбаева Күләш» деп таныстырды. «Мұнан былай мен маңайыңызда болмай қалуым да мүмкін. Сонда жаныңызда Күлекең жүреді. Бөтен жігіттер келіп, сіздің мазаңызды алама деп уайымдаймын. Күлекең жеңгеңіз болады дедім ғой. Емін-еркін сөйлесіп, еркін жүре беріңдер. Күлеке, күріштігіңе өзім зер салып қарап жүремін» деп Күлекеңнің жұмысын да өз мойнына артып алды. Айналайын ақпейіл Қайнағам. Мына кісі ағай қандай тамаша деп іштей риза болдым. Байқап жүрдім. Қайнағам сырттай назар салып қарап жүреді. Қайнап жатқан қызу еңбек арасынан уақыт тауып, күніне бір рет «Күлеке, қызым, қалайсыңдар?» деп бір келіп кетеді. Бір күні түскі астан кейін оқушыларды қайтадан жұмысқа алып шыққан болатынмын. Алдымда егіс алқабының шетінде сол кездегі уәкіл ағай, қазіргі Қайнағам теріс қарап біреумен сөйлесіп тұр екен. Жақындай бергенде байқадым. Ештеңе естімейді. Әлгі алдында тұрған кісіге айқайлап шекісіп тұр екен: «Сен менің ісіме кіріспе, араласпа. Мен сенен бұрын әрекет жасап, жанымды салып жүрмін.
екеуі кездесіп жүр. Сен осында көріп жүріп, неге ініңе келме деп айтпайсың деген сөздерін естіп қалдым. Дәл жандарынан өте бергенімізде уәкіл ағай мені байқап қалып қатты састы. Маған сөйлегісі келді де, қалай байқамадым, ұят болды-ау, бәрін естіп қойды дегендей ыңғайсызданып кібіртіктеп қалды. Қолына папкасын ұстап, жіңішке даусымен шаққылдасып тұрған кісіні де анық көрдім. Осындағы есепші деп таныстырған кісі екен. Білмеймін, бұйрық болайын десе, Алла бәрін әдемі көрсетеді демекші, өз-өзіммен іштей. Анау есепші кісі шақ-шақ етеді. Негізі сол кісінің ісі дұрыс емес болған соң, уәкіл ағай күйіп, айқайлап жіберіп, ештеңе естімей, мені көріп, қатты ұялып кібіртіктеп, мені көрген кезде күлімдеп сөйлейтін сөзін де айта алмай қалды-ау деп, ол кісіні аяп, жүрегім сыздағандай болды. Ертесіне уәкіл ағай, яғни қазіргі қайнағам, қасымызға келіп, күлеке, күрішіңе комбайн түсіп жатыр, барып өзің бір көрші деп жіберді де, маған қарап, екі беті қып-қызыл болып ұялып, әрең сөзін бастады. Кеше ана немеге ренжимін деп сізбен тілдесе алмадым ғой, күйдіріп жіберді. Сізге қалай, не деп айтсам екен, бөтен жігітпен сөйлеспеңіз деп айтуға да ұялып тұрмын. Бірақ солай айтпасам болмайтын сияқты. Осы қызды келгелі ұнатып жүрмін, ініме айттым. Інім келіп қызбен сөйлеспекші деп қарап тұр. Менің ініме кедергі болма десем, сол қызға ен салып қойып едіңіз, кім қаласа сол сөйлеседі, қалағанына қыз барады деп күйдірді. Мен сөйлеспей жатып, сізбен таласқаны қалай, інісі осы жерде жүрме деп сұрадым. Жоқ, Алматыдан радио-телевидениенің оқуын бітіріп келген, Қызылордада жұмыс істейді. Соны ертең демалыс күнге шақырмақшы ғой. Менің не істеп жүргенімді көріп, біліп тұрып, айдаладан таласып деп, енді не істеймін? Күләшті қарауыл етіп қасыңа қойсам да қауіпті болып тұрау дегендей маған шаршаңқы күйде қарап, ойланып үнсіз тұрып қалды. Қайнағам болғысы келіп жүрген ағайдың таңертеңнен кешке дейін мені қарауылдап, түстен кейін інісін машинамен алдырып, Күләш жеңге арқылы маған хабар бергізіп, жар құлағы жастыққа тимей, не күлкісі бұлтын емес, не ұйқысы тыныш емес, маған әбден назары ауып, осы қыздан айырылып қалмай келін етем деген ықыласы мен адамгершілігіне шексіз риза болдым. Аяп тұрмын. Көңілін тыныштандыру керек деп ойладым. Ағай, мен жөн-жосықсыз кім болса сонымен сөйлесе бермеймін деп едім. Уф деп демалып, сәл еңсесін көтеріп, айналайын сүйтші деп қабағын сәл көтеріп, еркін демала бастағандай болды. Шаңқылдаған есепшінің інісімен сөйлеспейтін болды. Мен жеңдім дегендей қуанып тұр. Кеудемде жаным болса, осы қалауымды іске асырмай қоймаймын. Кім көрінгеннің інісіне тигізбеймін. Бұл қыздың қолын тек менің інім ұстауы керек. Менің інімнің ғана адал ақ құсы болу керек деп серт бергендей іс-әрекеттер жасайды. Алдыңа келсе атаңның құнын кеш деген, айналайын. Мен үшін ініммен танысып, сөйлесіп, бетін қайтармашы, өтінемін деп қайнағам ағынан жарылды. Шіркін, қазақ халқының бауырмалдығы-ай. Інісінің бақыты үшін менің алдымда барын салып өтінді. Уәдесін беріп, басын бәйгеге тікті. Қайнағам өтірік айта алмайтын ақкөңіл кісі, жасандылықты білмейді. Барлығында шын жүрегімен айтып тұр. Жаны жәннатта болсын. Мен қайнағам айтқандай інісінің бетін қайтармадым. Екеуміз бас қосып отау тіктік. Қайнағам да өз айтқанын орындап, ұлан-асыр той жасады. Кештетіп болса да бәріне жеттік. Барлық тұрмыстық, қызметтік армандар орындалды. Бақытты, баянды өмір сүрдік. 2018 жылы 2 қаңтар күні шалым дүниеден озды. Шалым салып кеткен дара жолмен өмір жалғасып келеді. Енді ұрпақтар қызықтары жүрегімізді жібітіп, жанымызды нұрға бөлеп келеді. Махаббат қызық мол жылдар, әлде қашан артта қалып, сыйластыққа ұласқан болатын. Сондықтан шалымнан бастап әруақтарға арнап сыйластық және сырлы сағыныш атты кітап жазған болатынмын. Бұл кітабымда да сыйластық, шалым мен оңаша сырласуларым жайында тоқталған едім.
Өмірдің базарында, Алланың назарында жүріп, осылай жарық дүниенің қызықтарын көру уақыты бітіп, екі айырылыстық. Әруағына дұға оқылып, тілек тілейміз. Дүйсенкүл институтты бітіргеннен кейін маған 4 рет келіп кетті. Келгенде міндетті түрде менің әке-шешемнің, бауырларымның үйіне баратын. Өйткені Дүйсенкүлдің анасы ерте қайтыс болған. Әкесі 2 рет үйленген. Дүйсенкүл ағасы мен жеңгесінің қолында өскен. Көкеміз, яғни Дүйсенкүлдің әкесі, институтта оқып жүргенде 1-ші курста 1 рет келіп кетті. Одан кейін еш хабарсыз. Сондықтан менің ата-анамды әке-шешем деп келетін. Бір келгенінде Анар, Дәулет, Қайрат деген балаларын ертіп келген болатын. Одан кейін бір баласын босанды. Атын Думан деп қойды. Иә, бұл өмірде ешкімде еш нәрседе мәңгілік емес. Алланың құдіретімен жарық дүниені сүруге берілген уақыттары бітіп, яғни бұл өмірдегі талқаны таусылып, Қалихан да, Дүйсенкүл де мәңгілік мекендеріне аттанып кеткелі талай жылдардың жүзі болды. Студенттік шақта менің өмірімнің бөлінбестей бөлшектері сияқты ғұмыр кешкен айнымас, адал достарыма арнап, әр намазымның соңында астан кейін дұға жасаймын. Осындай достарыма арнап кітап жазып, естеліктерді еске алып, әруағын тірілту достық парызым деп есептеп, ортаға салып, жаным жай тапқандай болды. Құрметті тыңдарман, осымен Махаббат хикаялар атты аудиокітабым өз мәресіне жетті. Уақыт бөліп тыңдағандарыңыз үшін, мені қолдағандарыңыз үшін үлкен рахмет. Алдағы уақытта да мені қолдайсыздар деген үлкен сенімдемін.